ChatGPT тек қана сендердің сабақтарыңды ғана орындап, дипломға жазып жатқан жоқ. Жасанды интеллект енді жаңа деңгейге шықты. Жақында оның көмегімен алғаш рет вакцина шығарылды. Ал әлеуметтік желіде тарап жатқан ақпарат рас па? Тексеріп көрдік. 5 маусымда Кембридж университеті расымен де жасанды интеллекттің көмегімен әзірленген супер антиген арқылы вакцина шығарғанын жазған. Десе де жасанды интеллект тікелей вакцина жасауға емес, оның құрамындағы супер антигенді әзірлеуге қатысқаны туралы айтылған. Кембридж университетінің сайтындағы ақпаратқа сай, коронавирус пен эболадан қорғай алатын әмбебап вакцина жасау әдісі әзірленген туралы айтылады. Онда бұл вакциналар өндірудің түбегейлі жаңа технологиясы деп көрсетілген. Негізінен вакцинаның белсенді компоненттері толығымен компьютерлік модельдеу арқылы жасалғаны айтылады. Сондай-ақ бұл жасанды интеллект көмегімен жасалған вакцинаны адамдарға алғаш рет сынап көріп жатыр екен. Университеттің профессоры Джонатан Хиннидің айтуынша, вакциналарды тек індет пайда болғаннан кейін әзірлеу тәсілінен бас тартып, болашақтағы қауіптердің алдын алуға бағытталған жаңа тәсілге көшкен. Бұл технология вирустар мутацияланып, жаңа штамдар пайда болған жағдайда да қорғаныс тиімділігін сақтауға мүмкіндік береді екен. Ал жалпы вакцинаны сынап көру барысында 39 адам қатысқан екен. Сынақ барысында сарбека вирустардың көптеген тәсілдерін қорғауға арналған вакцина тексерілді. Зерттеу нәтижесінде вакцинадан еріктілердің ағзасына SARS-CoV-2 мен SARS вирустар ғана емес, сонымен қатар жануарлардан адамдарға жұғып, болашақта жаңа пандемияға себеп болуы мүмкін екенін алдын алған ұқсайды. Ал сіз бұл туралы не ойлайсыз?